Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге картошкадан жасалатын қатарлар жасайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен картошкамызды тазалап жуып аламыз. Содан кейін үккіштің көмегімен жұп-жұқа қылдырып шығаратын боламыз. Мен үккіштен өткіздім. Енді осының үстіне салқын су құйып 5-10 минутқа қойып қоямыз. 10 минуттай уақытымыз өткеннен кейін құрғақ қағазымызға, яғни салфеткамызге осылай картошкаларды қойып, ылғалын кетіріп, құрғақ қылдырып аламыз. Құрғаған картошканың үстіне кукурузный крахмалды сеуіп шығатын боламыз. Картошканы дәл осы видеодағыдай орап, тіс шұқитынмен қадап қоятын боламыз. Бізде осындай әдемі картошка пайда болды. Енді осыны қызып тұрған майға қызарғанша қуырып аламыз. Біздің картошкамыз дайын. Енді осының үстіне паприка немесе қызылбұрышты сеуіп, әдемілеп дәмін кетіріп қоямыз. Сіздермен болған Манар. Егер де видеом ұнаса лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыз.